Баршаға ассаламу алейкум. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерді өз арнамда көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін сіздермен әр қалада әр түрлі атауы бар, ал біз жақта нан салма деп аталатын тағамның жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен табамызға май құйып, етімізді салып қуырып аламыз. Менде тұздалған, аздап сүрленген ет болғандықтан көп қуырған жоқпын. Ал сіздерде балғын ет болатын болса, кішкене сөлі тартылғанша жақсылап қуырып алыңыздар. Кейіннен үстінен ұсақтап туралған пиязымызды бар болса, 1-2 тіше сарымсақты да ұсақтап турап қосқандарыңыз дұрыс. Қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Үстінен картопымыз бен сәбізімізді салып, картоптың сырты кішкене қызарып қуырылғанша араластырып отырып қуыратын боламыз. 1 ас қасық томатымызды саламыз, тағы да 1-2 минуттай қуырамыз. Болгар бұрышы болса, қосып жіберсеңіздер тіптен дәмді болады. Су құюдың алдында осылай 1 шай қасық немесе 1 ас қасық көлемінде ұн салып, 1 минуттай қуырсаңыздар, жасаған подливаларыңыздың сорпасы сондай қою керемет болып шығады. Лавр жапырағын салып, су құйып, баяу отта еті піскенше қайнатамыз. Қамырын дайындаймыз. Ол үшін 1 шай қасық толтырмай тұзымызға салқын суымызды, 1 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды аз-аздан қосып, қамыр елейтін боламыз. Қамырларыңыз мейлінше қаттырақ болғаны дұрысырақ. Менде уақыт кішкене тығыздау болғандықтан қамырды тындырмай бірден зуала жасадым. Бірақ елеп болғаннан кейін 10-15 минуттай тындырсаңыздар, қамырларыңыз өте керемет жайылатын болады. Неге қыздар, мен зуалаланған қамырды 10-15 минуттай тындырып, одан кейін барып жайып жатырмын. Қамырды тым қатты, қалың немесе жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Бешбармаққа жайылатын қамырдан кішкене қалыңда болса жеткілікті. Дайын болған қамырымызды кесіп аламыз. Кеспес алдын осылай жақсылап ортасына ұн сеуіп аламыз. Негізінен қамыр жайылғаннан кейін кішкене құрғатып алсаңыздар, ұрпақ сеппесеңіздер де өте жақсы кесілетін болады. Оқтауға орағаннан кейін дәл ортасынан осылай бөліп аламыз. Кейіннен 2 бүктеп, шамада